Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге құлпынайдан варенье жасайтын боламын. Ендеше видеомды соңына дейін қарап, комментарий қалдырып, лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Мен 4 килограмм құлпынай алдым. Осы құлпынайды қазір 2 рет шайып аламын. Шайып алғаннан соң ғана жапырақтарынан ажыратамын. Ыдысым кішкентай сондықтан осы құлпынайды 2 килограммнан 2-ге бөліп аламын. Екі килограмм құлпынайға 1,5 килограмм шекерден саламын. Сонда 4 килограмм құлпынайға жалпы 3 килограмм қант кетеді. Беттерін жауып, суы шыққанша қалдырып қоямын. 4 сағат өткеннен соң банкалар мен қақпақтарымды осылай стерильдеп аламын. Менде пешім мен мантоваркам банкымды стерильдеуге жарамайды, сондықтан бұрынғыдай жасаймын. Суы шыққан құлпынайымды бір-ақ рет қана қайнатып аламын. Қайнайын деп жатқан кезде көбіршіктер шықса алып тұрыңыздар. Алмасаңыздар да ешқандай оның негізі зияны жоқ. Өзім қанша жылдан бері осылай жауып келе жатырмын. Ешқандай банкілер атылып, болмаса дәмі өзгеріп, ондай болып жатқан жоқ. Қайнағаннан соң бірден банкіме барлығын құйып шығамын. Біркелкі етіп құйып шығамын. Қалған осындай суын тастамаңыздар. Оны мохитоға, лимонадқа, компотқа қосып жіберсеңіздер күшті болады. Қалған жапқан банкаларымызды төңкеріп қойып, 2-3 күнге суығанша қалдырамыз. Менде 3 күн өтті. Мінеки жапқан құлпынайларым осындай болып шықты. Ешқандай атылған жоқ, басқа зақым келген жоқ. Осылай жасасаңыздар болады. Менің видеома лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.